Қайырлы күн, достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге испанский чизкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл чизкейк өте нәзік, үлпілдек, жұмсақ болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің жолдасымның сүйікті пирогтарының бірі. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ творожный сырымызды салып дайындап қоямыз. Содан соң оның үстіне қант салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Миксермен араластыруға да болады. Бөлек ыдысқа жұмыртқамызды шағып алып, шанышқының көмегімен жұмыртқаны осылай араластырып аламыз. Содан соң екі бөлікке бөліп, творожный сырға салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массаға бөлме температурасындағы сливкиді қосамыз. Сливки менде 33%. Пайызының жоғары болуы өте маңызды. Содан соң жүгері крахмалын салып, барлығы бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Жүгері крахмалы болмаған жағдайда бір ас қасық ұн қосуға болады. Менде 18 диаметрлі форма, астына фольга қағазын орадым. Содан соң үстіне осылай пергамент қағазын төсеп, массамызды құямыз. 200-220 градуста 45-50 минут пісіріп аламыз. Менің чизкейкім пісті. Бөлме температурасында толықтай суытамыз. Содан соң тоңазытқышқа кемінде 2-3 сағатқа қоямыз. Чизкейк толықтай суыды, тоңазытқышта тұрды, өз формасын жақсы ұстайды. Өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек, крем тәріздес ерекше чизкейктердің бірі болып саналады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.